Балқаш көлінің жағалауында орналасқан шағын Приозерск қаласының халқы қара жамылды. Себебі 10 күн ішінде 3 адамның денесін су толқындары жағалауға шығарып тастайды. Бастапқыда марқұмдар абайсызда батып кеткен болар деген тұжырым болған. Алайда сараптама сорақы жайттың бетін ашты. Мүрделер суда ұзақ уақыт болғандықтан ісіп кеткен. Бәрі қалың қыстық күртешеде. Денелерінің ашық жерлері, яғни қолдары мен бастары балықтарға жем болып құр сүйектері қалған. Сондай-ақ мүрделерден оқ жарақаттары табылады. Яғни қанішер кәсіби киллер секілді әрекет еткен. Бірінші денесіне, сосын бастарына оқ атқан. Бұл кезекті шытырманға толы 214-ші қылмыстық іс. Қарағанды облысы. Заман ағымы тым жылдам болып кетті. Ал біз қалыс қалмауға міндеттіміз. Себебі заманауи цифрлы құралдардың маңызы өте зор. Мультфильмдер, бейнеклиптер және қысқа метражды фильмдерді енді үйде отырып-ақ жасауға болады. Бұрынғыдай видеографтардың қажеті жоқ. Аталмыш құралды тіпті қосымша табыс көзіне айналдыруға болады. Отандық хабарландыру алаңдарында жасанды интеллектпен тапсырысқа бір видео жасау 5000 теңгеден 15000 теңгеге дейін тұрады екен. Бәсекелестер саны әзірге көп емес. Сондықтан уақыт жоғалтпай, көшке ілесіп алған абзал. Егер блогер болсаңыз, осы құралмен видеолар әзірлеп, контент жасауға болады. Яғни мүмкіндіктер сан алуан. Бәрі сіздің қиялыңыз бен пысықтығыңызға байланысты. Видео сабақтар менің жабық телеграм каналымда өтеді. Дәрістер өте жеңіл әрі түсінікті тілде. Видео жасау барысы нөлден бастап тәптіштеп көрсетіледі. Ең бастысы, бір ғана емес, бірнеше тегін құралды игеруге болады. Сабақ бағасы небәрі 2500 теңге. Үйренуге ниетті болсаңыздар, төмендегі WhatsApp нөміріне ЖИ деп жазыңыздар. Аузың аңқиып абдырап жүргенде, пысықтар жасанды интеллектті үйреніп жатыр. Қарағанды қаласынан 500 шақырымда орналасқан Приозерск қаласы өте шағын. 10 мыңға жуық тұрғыны бар. Басым бөлігі балық аулаумен айналысады. Қылмыс деңгейі айтарлықтай көп емес. Көпшілігі төбелестер мен тұрмыстық жанжалдың төңірегінде. Сондықтан аталмыш оқиға қала тұрғындарын дүрбелеңге салғаны бар. Өңірде танымал кісі 30 жастағы Марат Мұсатаев жоғалып кетті. Туыстарының сөзінше, оның хабарсыз кеткеніне 3 күнге таяған. Ұялы телефоны сөндірулі. Бастапқыда жақындары мен достары өз күштерімен іздеуге тырысыпты. Бірақ нәтиже болмаған соң, амал жоқ полицияға жүгінуге тура келген. Мұсатаев қаладағы белгілі адам. Ол 2010 жылы Балқаш көлінде батып бара жатқан 2 адамды құтқарып алған екен. Осы батылдық үшін арнайы мемлекеттік марапатқа ие болыпты. Осылайша телеарналар мен газеттерге сұхбат беріп, ол жайлы кішігірім бейне сюжеттер шықты. Нәтижесінде Марат Мұсатаев қаланың мақтанышына айналады. Аталмыш 2011 жылы Қазақстанда 7-ші қысқы Азия ойындары болғалы жатқан еді. Ал Марат Мұсатаев болса, Азияда алауын Қарағанды қаласында алып жүру құрметіне ие болған 60 адамның бірі болды. Бірақ ол 26 қаңтарда жоғалып кетеді. Ал алау эстафетасы 29 қаңтарға бекітілген. Нәтижесінде бұл халықаралық спорт мерекесі Мұсатаевсыз өтті. Ауқымды шараның қарсаңында оның өз еркімен ошарсыз кетуі екіталай. Мұны туыстары да растап тұр. Мұсатаев Азияда алауын алып өтуге қатты дайындалып, мұндай мәртебеге ие болғанын мақтан тұтып жүрген. Қылмыстық іс тіркеліп, жаппай іздеу шаралары басталды. Сондай-ақ оның жеке басы мұқият зерделенді. 30 жастағы Марат Мұсатаев шағын кәсіпкер және балықшы. Туристерге 2 катерін және пәтерін жалға беріп, аулаған балықтарды сатумен нәпақа табатын. Сондай-ақ жергілікті балықшылар одағын басқаратын болған. Ал жоғалған күні кішкентай қызы 3 жасқа толып жатқан екен. Осыған орай үйінде отбасылық туған күн кешіне дайындық болып жатыпты. Яғни Мұсатаевтың бақыттан басы айналып жүрді. Адамдарды құтқарғаны үшін мемлекеттік марапат алып, қаланың танымал тұлғасына айналды. Оған қоса Азияда алауын алып өту мәртебесіне ие. Кәсібі де жүріп тұр. Бәрі жақсы. Жоғалған күні мерекелік дастархан әзір болғанша достарына барып келетінін айтып үйінен шығып кетеді. Сөйтіп сол кеткеннен мол кеткен. Енді сақшылар Мұсатаевтың достарын іздеуге көшті.
Анықталғандай, оның жақын екі досы болған. 28 жастағы Сергей Левченков және 24 жастағы Степан Проняев. Олар достары ғана емес, балық аулау кәсібімен бірге айналысатын әріптестері. Алайда мекенжайлары бойынша келген сақшылар Левченков пен Проняевті тапқан жоқ. Яғни олар да жоғалып кеткен. Ұялы телефондары да сөндірулі. Ешбір туысы да, таныстары да олардың қайда екенін білмейтін болып шықты. Бәлкім үш дос балық аулау үшін Балқаш көліне кеткен болар. Сөйтіп әлде бір тосын жағдай туындап, қайталмай қалулары мүмкін. Бірақ бұл тұжырым қисынға келмей тұр. Қызының туған күнінде Мұсатаевтың балық аулауға шығуы екіталай. Оған қоса, Қарағанды қаласындағы Азиада алауын алып өту эстафетасы таяп қалды. Дей тұрғанымен, Балқаш көлі мен оның айналасы мұқият шолына бастады. Бірақ көлді мұз басқандықтан іздеу шараларын жасау мүмкіндігі болған жоқ. Оған қоса көлден іздеуге негіз болмай тұр. Себебі жоғалған үш досқа тиесілі катерлер және балық аулауға арналған саймандар өз орнында. Сондықтан іздеу шаралары қала аумағына ойысты. Мұсатаев, Левченков және Проняевтің жоғалғанына 4 айға жуық уақыт өтті. Іздеу шаралары еш нәтиже бермей тығырыққа тірелген. Жоғалғандар ізім қайым жоқ. Ал қала тұрғындары әдеттегі қалыпты өмірлерін кешіп жатыр. Мамырдың мамыражай күндері. Балқаш көлінің жағалауында адам қарасы көп. Балықшылар балық аулап жатса, демалушылар жағажайда серуендеп жүр. Алайда полицияға шұғыл ақпарат түсті. Қоңырау шалған тұрғынның сөзінше, көл жағасында сұмдық жайтқа тап болған. Яғни жартылай шіріп ісіген ер адамның мәйітін тапқан екен. Көп ұзамай оқиға орнын тергеу тобы қоршап, мүрдені шола бастайды. Марқұм еркек жынысты. Үстіне қыстық күртеше киген. Демек, қыс мезгілінде суға батқан болса керек. Бірақ жеке басын анықтау қиынға соғып тұр. Себебі қолдар және бас секілді денесінің ашық қалған тұстары танымастай бұзылған. Яғни еттері балықтарға жем болып кетіпті. Ал киімінің астында денесі айтарлықтай қатты шірімеген. Аталмыш кадрларды YouTube'да көрсетуге болмайды. Сондықтан Telegram каналында ғана жариялауға мәжбүрмін. Сілтемесі әдеттегідей төменде. Көп ұзамай, қалтасынан табылған құжатының арқасында марқұмның жеке басы анықталады. Ол 4 ай бұрын жоғалған Марат Мұсатаев болып шықты. Сарапшылар мәйітті зерттеп, өлімінің себебін анықтайды. Марқұмды атып өлтірген. 3 рет. Бауырына, жүрегіне және басына. Қылмыстың нышандарына қарасақ, тапсырыспен өлтіретін киллердің ісіне ұқсайды. Бірақ Мұсатаев ірі кәсіпкер емес. Қылмыс әлеміне қатысы жоқ. Балық саласына қатысты бизнесі бар болғанымен, кәсібінің көлемі өте шағын. Яғни үлкен өндіріс немесе зауыт қожайыны болса бір сәрі. Азынаулақ балық үшін бәсекелестері қолдарын қанға малымайтыны анық. Осылайша кісі өлтіру бабы бойынша іс қозғалып, тергеу амалдары жаңа леппен басталды. Ал марқұмның екі досы Левченков және Проняев әлі күнге дейін табылған жоқ. Алайда 10 күн ішінде олардың мәйіттері бірінің артынан бірі жағалаудан табылды. Жарақаттары Мұсатаевтікіне ұқсас. Екеуі де оқтан қаза тапқан. Проняевтің ішіне және басына атқан болса, Левченковтың өкпесінен оқ табылды. Балықтарға жем болғандықтан бастары мен қолдарынан құр сүйек қалған. Сараптама нәтижесінде марқұмдардың бәрін бір Макаров тапаншасымен мерт қылғаны расталды. Қанішер кәсіби киллер болса керек. Себебі еңгезерде үш еркекті дөп тигізіп атып өлтіру оңай емес. Қанішердің кем дегенде әскери дайындығы бар. Енді тергеушілер кезекті тұжырымдарды қарастыра бастайды. Бәлкім Қанішердің нысанасы Мұсатаев емес, Левченков немесе Проняев шығар. Яғни үш марқұмның екеуі кездейсоқ құрбандар. Алайда Левченков пен Проняевтің жеке бастарын зерттеу ешқандай нәтиже бермеді. Екеуі де қарапайым балықшылар, асып тасыған бай емес. Қылмыс әлеміне қатыстары жоқ. Ұзын сөздің қысқасы, марқұмдарды тапсырыспен өлтіретіндей себептер анықталмады. Сондықтан күдіктілерді айқындау мүмкіндігі болмай тұр. Тергеу тығырыққа тірелді.
Марқұмдардың жеке өмірлері мұқият шолынды. Алыс жақын туыстары, араласатын ортасы және көрші қолаңы жауапқа алынды. Ешбірінің берешегі жоқ, ешкіммен жанжалдаспаған, дұшпандары да жоқ. Тергеушілер тергеу бағытын қайда бұрарын білмей бастары дал. Алайда полиция бөлімшесіне келген кісі төбеден жай түсіретін ақпаратпен бөліседі. Өзін Дмитрий Цуман деп таныстырған адамның айтуынша, ол марқұмдардың өмірінің соңғы сәттерін көрген. Тіпті оларды өлтірген адамды танитындығын мәлімдейді. Мұсатаев, Левченков және Проняевті атып өлтірген әлдебір Виталий Галышкин. Цуманның сөзінше, ол қанды қылмыс барысын көрген жалғыз куәгер емес. Қасында Александр Васильев деген тағы бір кісі болған. Анықталғандай, Цуман, Васильев және әлгі Галышкин Мұсатаев басшылық ететін балықшылар одағының мүшелері. Яғни бәрі бірін-бірін жақсы таниды. Васильев пен Галышкин Шу қаласының тұрғындары. Бірақ Приозерск қаласына келіп, Балқаш көлінде аулаған балықты сатып нәпақа табатын болған. Ал баспана ретінде Мұсатаевтың пәтерін жалдап тұратын. Аталмыш деректер ашылған соң, Галышкин мен Васильев іздеуге салынды. Бірақ қала аумағынан табылған жоқ. Нәтижесінде олар Шу қаласынан анықталып, құрықталды. Жауап алу барысында Васильев пен Цуманның сөздері бір жерден шықты. Яғни 3 адамды атып өлтірген Галышкин, ал олар еріксіз куәгерлер. 4 ай бойы үнсіздік танытуларының себебі қорқыныш. Яғни Галышкин оларды бопсалап, болған жайт туралы тіс жаратын болса, өлтіруге уәде беріпті. Ал Галышкин болса, мүлдем кереғар жауаптар береді. Сөзінше, марқұмдарды өлтірген Васильев пен Цуман, ал өзі болса куәгер. Дей тұрғанымен, Галышкиннің жеке басын зерделеген тергеушілер сорақы деректерді анықтады. Ол 7 жылдай бұрын Ресейде істі болған екен. Яғни өзінің бір танысын тапаншамен атып өлтіріп, мәйітін өртеп жіберген. Сөйтіп Қазақстанға қашпақ болғанда, ұсталып қалып 9 жылға қамалып кеткен. Бірақ рақымшылыққа әлініп 4 жылдан кейін бостандыққа шығыпты. Оған қоса, оның кәсіби аңшы екені анықталды. Таныстарының сөзінше, ол кез келген жануарды немесе құсты алыстан атып түсіретін мерген. Ал үйін тінту барысында карабин мылтығы және Макаров тапаншасы табылады. Сараптама нәтижесінде тапаншаның қылмыс қаруы екені расталды. Аталмыш дәлелдерге қарсы қояр аргументі болмаған соң, Галышкин қылмысын толығымен мойындай бастады. Виталий Галышкин және Александр Васильев Шу қаласының тұрғындары. Бірақ Приозерск қаласына жиі келіп, Балқаш көлінде балық аулап табыс табатын. Сондай-ақ Мұсатаевтың пәтерін жалдап тұратын болған. Ұзын сөзінің қысқасы, 3 марқұм Галышкин, Васильев және Цуман әріптестер әрі балықшылар одағының мүшелері. Көбінесе бірге балық аулайтын болған екен. Оқиға күні Марат Мұсатаевтың қызының 3 жасқа толатын туған күні болатын. Оған қоса, 2 күннен кейін Қарағанды қаласында Азиада алауын алып өткелі тұр. Яғни мәртебесі асқақтап, қуанышында шек жоқ. Қызының туған күніне орай кешке үйінде туыстарымен отырыс болғалы тұр. Ал оған дейін Мұсатаев достарымен жолығуды ұйғарған. Сөйтіп Левченков және Проняевпен бірге коньяктан ұрттайды. Кішкене қызып алған соң, Мұсатаев жалға берген пәтерін көріп қайтуды шешіп, 2 досымен бірге аттанады. Пәтерге келгенде арақтан ұрттап отырған Цуман, Васильев және Галышкинге тап болған. Сеніп тапсырған пәтерінің қоқсыған нашар сиқын көргенде Мұсатаев шамдана бастаған көрінеді. Оған қоса, квартиранттардың пәтер ақысын кешіктіріп төлейтіні бар. Осы себептен Мұсатаев пен Галышкин арасында жанжал туып, жаға ұстасып қалған. Бірақ көршілерді мазаламауды ұйғарып, мәселені еркекше қала сыртында шешуге келіседі. Сөйтіп Мұсатаев, Левченков, Проняев, Васильев, Цуман және Галышкин Нива көліктеріне отырып, Балқаш көліне қарай бет алды. Қақаған аязда қаңтар болғандықтан көлдің бетін мұз қатқан. Олар көлікпен Балқаш көлінің ортасына қарай келіп тоқтайды. Сөйтіп бірінші көліктен Мұсатаев, Левченков және Проняев шығады. Ал екінші көліктен түскен Галышкин дереу қалтасынан тапаншасын шығарып, Мұсатаевты атып түсіреді. Ал Проняев пен Левченков қорқыныштан сіресіп қалған. Галышкин оларды да атып тастайды.
Бір орында қалшиып қалған Цуман және Васильевке тапаншасын кезеген Галышкин мұзды оюды талап еткен. Зәресі қашқан олар көліктен электр арасын шығарып, мұзды ояды. Сөйтіп Галышкиннің бұйрығымен мәйіттерді әлгі ойыққа тастап жіберген. Сот барысында Цуман және Васильевтің жауаптарына күмән туып, тіпті жалғандық детекторымен тексерілді. Нәтижесінде олардың берген жауаптарының бәрі шын екені расталған екен. Ал Галышкин болса, тергеуде берген жауаптарынан бас тартып, қылмысты өзін-өзі қорғау мақсатында амалдың жоқтығынан жасағанын мәлімдейді. Алайда сот оның сөздеріне сенген жоқ. Себебі ол бұрын-соңды қасақана кісі өлтіріп, істі болған адам. Сот шешімімен 37 жастағы Виталий Галышкин өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Сондай-ақ, марқұмдардың жақындарына жалпы сомасы 2.600.000 теңге өтемақы төлеуі тиіс деп бекітілді. Ал Дмитрий Цуман және Александр Васильев қылмысты жасырғандар үшін айыпталғанымен, рақымшылыққа ілініп, жазаға тартылған жоқ. Деректерге сүйенсек, Александр Васильев соттан кейін Шу қаласына оралған екен. Қазіргі таңда отбасылы 3 баланың әкесі көрінеді. Ал Дмитрий Цуман әлі күнге дейін Приозерск қаласында тұрады. 2 баланың әкесі. Балық аулаумен күнелтеді. Ал Виталий Галышкин қазір 50 жаста. Қостанай облысындағы әйгілі Қара бүркіт түрмесінде жазасын өтеп жатыр. Жан тәні мен дінге бет бұрып, өмірін Иса пайғамбарға арнаған екен. Арнаға жазылуды ұмытпағайсыздар. Абай болайық.